Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport жаңалыктары видеоны басамас burun arnaga tirkelib videoga like basуды unutpаңыздар. Ең соңғы жаңалыктар тек қана bizde bo'ladi. Angelina Lucas kelesi кездесуін qachon o'tayotganini xabarladi. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Angelina Lucas келесі кездесуін qachon o'tayotganini xabarladi deb жазады. 2022 жылдың соңына дейін тағы бір кездесу өткіземін. Айқас 10 раундтық болады. Сонымен қатар әлем чемпионы атағы сарапқа салынады. Шаршы алаңға шығатын күнде асыға күтіп жүрмін. Қызық кездесу болатыны сенімдімін деп жазыпты Lucas Instagram парақшасында. Еске салайық, Lucas 22 қазан күні Истанбул, Түркия қаласында украиналық Алина Гурееваға қарсы кездесу өткізіп жеңіске жеткен болатын. Ол жекпе-жекте қазақстандық UBO International белбеу иеленді. Ауыр салмақтағы қазақстандық WBS рейтингін жоғарылады. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Жан Касабуски бүкіл әлемдік бокс кеңесінде WBS рейтингін жақсартты деп хабарлайды. Ауыр салмақта сынға түсетін жерлесіміз өз категориясында 10-ші орыннан 8-ші орынға дейін көтерілді. Ол соңғы рет германиялық Хусейн Мухаммедпен қолап түйістіріп WBS International белбеуін қорғап қалған еді. Енді Касабуски кәсіпқой рейтингдегі келесі айқасын ресейлік Арсланбек Махмудовқа қарсы өткізеді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Баршаға рахмет.